Барлықтарыңызға сәлем. Біз қазір дайындалып жатырмыз. Уже бірер сағаттардан кейін біздің қонақтарымыз келеді. Пока что процесс осындай. Hadiye var mı? Aa, hadiye gelsin. Aha, hadiye mi? Kutlu bolsun besigin. Sana gitsen mi? Yok, başka cümüşlerim yok. Artık bolsun nesibin. Naziko gelinimle кездестім әдемінің бесік тойында. Қандай әдемі келіншектер. Келіңіздер. Әдия келсе әдемі бесік қоямыз. Aşık bolsun Енді қыздар. Bir, екі, үш, бір андай полный рассадка. Bir, екі, үш. Байбегейдің келін асасын? Мен подругаларымыз бар. Біз гәптесеріміз ғой Адияна. Кинодағыдай қыздар екен. Әп-әдемі, сөп-сөйтімді. Сіз абайкаңыз прям күшті. Ой, бүгін керемет күн болып жатыр. Сәкен ағамен, Динарка жеңшеміздің үйінде вечер. Ақтаудың қыздары бар осы жерде. В общем, керемет вечер басталды. Бүгін мен армандап жатырмын. Сәкен ағамен көрші боламын деп шештім. Керемет! Айнұртаға рахмет, Ақтаудың қыздарына рахмет. Сонау жерден Ат артып неге біздің кішігірім өзіміздің үйдегі мейрамымызды, үйдегі қуанышымызды бөлісіп жатыр қыздар. Рахмет. Керемет! Әдемінің әдемі әжесі. Әдемінің әдемі әжесі, оның әдемі құрбылары. Ал саған. Маңдарыма бір сәлем. Ей, жан. Үйде болып, басы-қасында болып. Алла әке анаңыздың арқасы содан соң. Жазирағада жұғысты болсын, Алла қаласа. Немере сүйсін, шөбере сүйсін. Бір үлкен неде лайнерде адамдар демалып жатқан ғой, сөйтсе біреу айтыпты, еріккен біреудан $1,000,000 берем, ана жағаға дейін мына крокодилдерден аман есен жүзіп өтсең $1,000,000 берем депті да. Алтынбек Оразбаевтың елді мынау деген тамаша әнмен бүгінгі туған тойымызды, мерекемізді бастадық ағайын. Қуанышқа баршаңызда қош келдіңіздер дейміз. Қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Олай болса, әдемі қыздың бүгінгі бесік тойы шілдеханасы құтты болсын деп қояйық, қанекей. Алтындай әдемі деген есімді иеленіп, мінекей, әдемі әлемге қадам басқан бал бөбектің өмір жасы ұзақ болсын, бауы берік болсын, қадамы құтты болсын. Атасы мен әжесінің, әкесі мен анасының көз қуанышы, балдай махаббаты, тәтті сезімі болып, өмірде аман есен өсіңдер. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі той боласын, сіздерге жұғысты болсын, немере шөбере сүйіңіздер, бақыттарыңыз баянды болсын. Анамыздың ақ тілегі қабыл болсын, ауылда жатып, жан шүбірекке түйіп, бізге тілегін батасын беріп жатқан аяулы анамыздың ақ тілегі қабыл болсын. Бүкіл ағайын туысқандарымыздың тілегі қабыл болсын. Бұл жерде ешкім бөтен емес, бір-бірін сынайтын адамдар емес, бұл жерде сыймай қалдық дейтін адамдар емес, маған бұрын, маған кейін тілек берді дейтін адамдар емес, тоғының ішкі бауындай ең жақын араласатын құда-құдағилар, жақын жұрағаттар, біздің жеңгелеріміз, әпкелеріміз, Динараның туған подружкалары, былайша айтқанда. Мен айтып жатырмын, мен өнерде жүрген менен көп екен ғой сіздің подружкалар іздеп жатырмын. Сөйтсем бұл кісі де кеше жұбатып қойды, сіздің арқаңыз ғой деп, Құдайға шүкір. Алла ұзағынан сүйіндірсін. Енемнің қалай деп отыр? Сондай болып отыр десең де. Біздің атамызбен бұл кісілер
барлығы бір ауылда тұрған сол кісі атамыздың көзін көрген кісілер бар. айттым ғой саған Сәкен екеумізге бұл кісілер өте ыстық. Біздің өздерінің тарихтарын айтып отырады. Біздің апамыз қандай, атамыз қандай болып, бұл кісілер майын тамызып, соның несі таусылмайды әңгімелері. Ол кісілер туралы бастасақ, осы Алматыға біз студентпіз, осы жаққа келген уақытта осы кісілерден үйрендім мен. Бұл кісілер ол кезде мен де жас, бұл кісілер де жас. Адамға қалай амандасып жүрудің барлығын біз енді сол кісілерден үйрендік. Папасымен бірге біз бір конторда істедік. Мен папасының қасында бірінші жұмысқа барғанда папасының қасында отырдым мен. Не болып? Есепші болып. Қордабайда біз мен Иә, папасын айтып отырмын мен. Есепші болып істедім, мен сол кісіден көп үйрендім. Ол кісінің жаңа салиқалы, сабырлы, осындай адами кершілігі мен Сәкебайды ұқсатамын. Сондай бір қалыпта біз мысалы енді адам болғаннан кейін кейде қуансақ қуанып кетеміз, кейде анандай жағдай болса немізді білдіріп қоямыз ғой, эмоциямыз. Ол кісі бір қалып. Мен енді соны Сәкебайдың бойынан сол қасиетті көремін. Ал мамасы деген енді тұнып тұрған, сөзге де шебер. Біз ұрышын қалыппыз ғой, әйтеуір жақсы адам болсын, жақсыдамыз, несі жақсы болғанымызға деп. Біздің Алматыға жақсы айтасың, біздің Алматыға кетіп бұл кісі айтады. Қазір дейді, аффирмация деп айтады. Бірақ соның бәрі біз қазақтардан алынған дүние дейді. Жаңағы келінгесін дейді, ұсақ той жасайды, бата тілек айтады, одан кейін дүние келеді, одан кейін шілдеханасын жасайды, бесікке салады, осының бәрі аффирмация дейді. Сол сияқты бізге сол жақсы адамдардан бір кішкене болса да бір үмітті болсын, бала шағамызға деп мен өз ұрымдап мына жерде шашын әлияханымға, әлияханымға алдырғым келіп отыр. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады. Негізі осы әйел жандар ғой, әлияханым сияқты болсын деп тұрмын. Одан мынау Қашқар деген тырнағын алдырайын деп отырмын. Қашқар сияқты іскер болсын. Анау бүкіл Жетісайдың бүкіл жеріне егін егіп, сондай еңбекпен тауып атқан кісі да, ол кісі өзі болған, неше жыл болды. Сондай бір маңдай жері бар, термен табатын кісілер адал еңбекпен жүрген адамдар осы кісілер. Сол осы Қашқар сияқты іскер болсын деп тұрмын. Сосын біздің Жайна ханым бар. Өзі сондай табанды, өзі сондай, Аздикор деген білетін шығарсыздар, барлықтар біледі, корпус ретінде. Сол кісінің, сол жердің басшысы. осы үш қыздай болса, ой, әдемі құдай қаласа. Өзі там сияқты бұл кісі. Сол сияқты табанды болсын, алға қарай жүрсін деп осы Жайна ханымға біз тыңдап отырмыз. Айналышыңыздар, және 40 жылымыз біткесін, ары қарай балапанның тырнағын алу, шаш алу ұрымының жөн жаралысын жасаймыз. Сәбелін сексін әдемі. Қасына алу керек. Сатушының айтқан бағасына жамандықтан қаш, баламның ұйқысы тыныш болсын, жамандықтан алыс болсын деп өздерінің жаңағы тиынға қою керек, сақтан қою керек. Салмаңыздар, алмай қойыз, тиынды алмаңыз. Ол мен қайнат боламыз дейді. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Бақытты бала, ақылды дана болсын. Осындай бесікке қатысты енді ұғымдарды айтып жатқаным ғой. Осы апамның анасы алас. Менің қолым кішкентай ұл бар. Қолын ұста, қолын ұста, қолын.
Астынан. Бисмиллахиррахманиррахим. Кәнеке аластай. Ай, бәрекелді. Алас, кет бәрекет, жақсылыққа бас, алас. Жазираның әдейендері шырқалып жатыр. Сондықтан да қасымызда отырып қазір әдемілеп әдейені айтып. Бисмиллахиррахманиррахим. Өзі бір ұйқымас қыз екен, сасық қыз екен, жаман қыз екен. Мына кішкентай балаға таңғалмаңыздар. Әдемі, деп қарамаңыздар. Көз тиеді, сіз тиеді, нәрсе бар. Берекелі шаңырақта бақыт болсын өмірім. Әлді бөпешім, жүрегімнің шуағы, ақ бесікте тербелі, жарқын болсын болашағы. Әлді жан балам. Кәне Кубиевтің мықты шапанын жауады. Жердегі жаманға болмайды. Кию керек. Киіп, мына жерге тұрып алсаң. Еске салған бұндар апамыз деген әдемі шапандар мынау. Керемет, я? Вообще красота. Harmanına samğağın, yeli suygen azamat bu, bakıt kusu konsağın. Baştalıptı ömür köşüm, ah besikке bölendin. Ata baba destürümen ak jolundu öredin. Ananın bar meyerimin, әкеңнің бар айбарын. Әжеңнің ақтаналығын, атаңның абыройын. Жарық дүние қарсы алып, ақ тілегін арнасын. Өсіп өніп ер жетіп, елің сені мақтасын. Шөбересінген Құдай апамыздың Динараға сыйлығы. Ай, бәрекелді. Қандай тамаша. Апамыздың жөнін, жолын біліп, арнайы алып келіп жатқан тартуы. Рахмет. Сосын өзімнің қызыма, Әдиконыма алтын не жатты? Қалай деп айтасыз? Тамаша. Ой, бере сабыр. Бәрекелді. Құтты болсын. Қазіргі бөпелердің де киімі қыздар деген Қазіргі заманына сай бәрі киімдерін, сезонный киімдерін алып келдік. Бізде Ақтауда Карамель Ақтау деген бренд бар, магазин. Содан бәрін сізге киіндіріп сияқтан қызымызды. Мөлта деген киімдері бар. Ванны халаты бар. Қонақ қаларуға қойды.
Короче, бәрі өздері суреттері бәрі. Карамельден барлығы. Қайнақта түсініп кеттік. Мына конверттің ішінде жаңағы әдеттің сүйіншісі бар, сосын жаңағы үш қыздың көрімдігі бар. Менен бұрын айтып қалған ғой Ұсталды. Бірақ біздің тағайымыз деген орамалды тағады, не тағады ғой енді. Басын тюбетекі тағады. Күшті. Жунеттен. Вау, Жунет бренд. Сосын нақты құдаға Күшті. Вау, әдем болды. құдаға жүзік деген, бізде шоғы деген не бар, әдеде содан құдаға жүзіктен. Вау, дуғыл шапалақ. Адия жаққа бермейсіздер, құланы. Құдағайдың алып келген. Құдағайдың дәмі. Адия жаққа бермейсіздер. Сразу маған тек алып қойып жатыр. Құдағайдың дәмі. Вау, айналып жібер. Классно. Жұлдыздың енген өзі біз екі құдағимыз ғой, құдағимыз. Айсұлу құдағимыз бар, ол керемет. Айсұлу құдағимызға алтын жүзік. Ал маша, құтты болсын, анаңа жеткіз. Майғыз көрсетіп жібер. Вау. Пакетіңмен бірге алып. Келу керек еді, келе алмай қалды. Осы кісіге бір шаққан грант әпшемен. Көйлегіне пацет екен. Вау. Светі күшті екен. Ой, Әлди бөпешім жүрегімнің шуағы ақ бесікте тербеліп жарқын болсын болашағы әлди жан балам арманыңа самғағын елестеген азамат бол бақыт құсы кішкентай сәбиге арнаған қуанышы, жүрекке жол тартқан тәтті торты, Құдай қаласа әдемі осы торт сияқты құлпырып, әдемі сұлу болып аман-есен өсе бер. жасаған бұның енді екеуміз рецептурасын согласовать еттік технологпен. Біреуіне ол бір вишневый начинка, осында итальянский езілмейтін термостабильный деп өзі бөлінеді. Жай вишня қоссаң зесіп кетеді мысалы. Көрейік енді мен мақтап. Екіншісіне бір крипс деген бір шоколад қостым деді, тоже андай арнайы ортасына қоюға болады. Бар өнер салып. Енді алла бұйыртса бар өнерін салып, сосын мынаның бәрі желінетін нәрселер. Мастика дейді, ана қамыр ғой, қамырдан жасалған. Енді бұл да шетелден келеді. Мына ойыншықтардың бәрі, мынаның бәрі қолдан жасалған. Негізі елге жарамды нәрселерді. Сондықтан енді сіздер қабыл алыңыздар, немерелеріңізді. Бірақ Жайна ханымның рұқсатымен бірінші енді ниеттеніп кетті. Біздің жаңа сен айтпасың ғой, біз үйленгенде торт болды ма, болмады ма деп. Біз тойда жасаған жоқпыз деген. Мына кісі ақ фатада киген жоқ. Мен қарағасын шалбар киген жоқ. Сол армандар орындалып жатыр. Бір-біріңізге осы сезімдеріңіз ақ болып, пейілдеріңіз пәк болып, махаббаттарыңыз мәңгі болып, кеттіңіздер. Енді Құдай қаласа, бұл тойды тоқтатпаймыз, созаққа барып жасаймыз, апамның қасына барып жасаймыз, Құдай қаласа. Апам жанды, апам. Ал достар, міне Алла разы болсын. Бүгін кішкентай балапанымыз шілдеханасын жасап жатырмыз. Бесік саллары 40-нан шығару деп, шашын тырнағын алып, сол қойды жұғысты болсын. Немере шөре сүйіңіздер, әдемі қартайыңыздар, бақытты болыңыздар. Той жұғысты болсын. Аман болыңыздар.